Бүгін біздер мына тарауды жалғастырамыз. Химиялық формулалар бойынша есептеулер. Күрделі зат құрамындағы элементтердің массалық үлестерін қалай табу керек екенін танысамыз. Химиялық элементтің массалық үлесі дегеніміз химиялық қосылыс құрамындағы химиялық элемент атом немесе атомдардың массының бүкіл молекуланың массасына қатынасы. Оны омега деген әрпімен белгіленеді. Және бірдің үлесімен немесе процентпен өрнектеледі. Мына формуланы қарастырайық. Омега элемент ол элементтің массалық үлесі. АР элементтің салыстырмалы атомдық массасы, N элемент ол элементтердің атом саны, МР заттың салыстырмалы молекулалық массасы. Бізге мынандай тапсырма берілген. Ортофосфор қышқылының құрамындағы элементтердің массалық үлестерін табу қажет. Бұл заттың құрамында үш түрлі химиялық элементтің атомдары бар. Ол сутек, фосфор және оттек. Алдымен біз олардың салыстырмалы атомдық массаларын жазайық. Сутектікі 1, оттектікі 16, фосфордікі 31. Осы мәліметтерге сүйеніп және ортофосфор қышқылының құрамындағы әрбір элементтің атом сандарына көбейтіп, біздер салыстырмалы молекулалық массаның шамасын таптық. Енді әр элементтің массалық үлесін есептеп көрейік. Сутектің массалық үлесін есептейік. Ол үшін сутектің салыстырмалы атомдық массасы 1, көбейтеміз сутектің қосылыстағы атом сандарына. Фосфор қышқылының құрамында сутек атом саны 3 болғандықтан біз оны 3-ке көбейтеміз және 98-ге бөлеміз. 100%-ке көбейткенде 3,6% шығады екен. Келесі фосфордың массалық үлесі. Ол үшін фосфордың салыстырмалы атомдық массасы 31. Берілген қосылыстың құрамындағы фосфордың атом саны 1-ге тең, ортофосфор қышқылының салыстырмалы молекулалық массасына бөліп 100%-ке көбейтіп 31,63%-ке тең болады екен. Оттектің массалық үлесі, салыстырмалы атомдық массасы оттектікі 16, оны көбейтеміз. Фосфор қышқылының құрамындағы оттек атом сандары 4-ге тең. Осы заттың салыстырмалы молекулалық массасына бөлген кезде 100%-ке көбейтіп 65,31 деген шама шығады. Химиялық қосылыстағы барлық элементтердің массалық үлестерінің қосындысы 1-ге немесе 100%-ке тең болуы қажет. Келтірілген есептегі 3 элементтің массалық үлестерін қосайық. 31,63%-ке қосамыз 3,6% және 65,31%. Нәтижесінде 100% шығады екен. Осылай біз есепті дұрыс шығарғанын дәлелдедік. Енді берілген қосылыстағы химиялық элементтердің массалық үлестерін есептеңдер дейді. Бізге алюминий сульфаты берілген. Алюминий сульфатының құрамындағы әр элементтің массалық үлестерін табу қажет. Алюминийдің массалық үлесі, күкірттің массалық үлесі және оттектің. Алдымен әр элементтің салыстырмалы атомдық массаларын жазып шығайық. Алюминийдің салыстырмалы атомдық массасы 27, күкірттің салыстырмалы атомдық массасы 32, оттектің салыстырмалы атомдық массасы 16. Алюминий сульфатының құрамындағы әр элементтің атом сандарын сол элементтің салыстырмалы атомдық массаларына көбейтіп, көбейтілерді қосамыз. 2-ні көбейтеміз 27-ге, 3-ті көбейтеміз 32-ге, 12-ні көбейтеміз 16-ға. Алюминий сульфатының салыстырмалы молекулалық массасы 342-ге тең болады. Осыдан келесі саты
әр элементтің массалық үлестерін есептейік. Омега алюминий тең болады. Алюминийдің атом сандары 2, 27-ге көбейтіп 342-ге бөлген кезде бізде шығады 0,10 мыңнан 1579. Күкірттің массалық үлесі 3-ті көбейтеміз 32-ге. 3 деген алюминий сульфатындағы күкірттің атом саны, 32 күкірттің салыстырмалы атомдық массасы, 342 күрделі заттың салыстырмалы молекулалық массасы, 0,10 мыңнан 2807 шығады екен. Оттектің массалық үлесі алюминий сульфатында оттек атом саны 12, көбейтеміз оттектің салыстырмалы атомдық массасы 16, берілген заттың салыстырмалы молекулалық массасына бөліп 0,10 мыңнан 5614 деген сан шығады екен. Енді тексерейік. Ол үшін осы элементтердің табылған массалық үлестерін бір-біріне қосып шығайық. 0,1579-ға 0,2807 және 0,5614 нәтижесінде бізде 1 деген шама шығады екен. Сонымен балалар, бүгін біздер күрделі заттың құрамына кіретін химиялық элементтердің массалық үлестерін қалай шығару екенін сонымен таныстық.